күндер. Бүгін газель автокөлігін прошивка жасайтын боламыз. Осы автокөлікке Ева 2 газ бензинмен адаптация жасаймыз. Сосын керемет датчиктер түсіндіреміз. Датчик неровной дороги, екіншіден датчик контроль за детонацией цилиндров, ложные пропуски, ложное срабатывание, соны түсіндіреміз. Көлік бізде газель, эвакуатор, компьютер Микас 12, Евро 4. Мына көліктерді жаңа айта кеткенімдей екінші лямбда сөндіреміз, сосын газбен адаптация жасаймыз. Себебі бұл көлікке қазір газбен настройка жасайын десе автокалибровка құйылмай тұр. Себебі газдың программасын құйып автокалибровка жасап отқан кезде бензинге ауысады ғой программа. Сонда көлік сөніп қалады. Сондықтан қазір осыны прошивка жасап, осы бәрін дайындап, газбен, видеомен қазір толықтай түсіндіріп, бәрін көрсетемін. Компьютер бізде Микас 12-де 3. Осы көлікті қазір демонтировать етеміз. 2-10-ды сосын мына штекерлерін шығарамыз, коннекторлерін. Содан кейін столға түсіріп, прошивкасын оқитын боламыз. Компьютер Микас 12 бұрын ремонтталған сияқты, немесе клиенттің өзі герметикпен отырғызған, может мойка жуған кезде тимесін деп. Қазір осы аппаратты оқимыз ішінде тұрғанын, содан кейін калибровкамен, қандай программамен калибровка жасайтынды сізге айта кетермін. Мінекей газель автокөлігінің прошивкасын оқып, компьютерде регулировка жасап жатырмыз, корректировка. Мына көлікте датчик кислорода бірді сөндірдік, датчик кислорода екінші сөндірдік, кешірім сұраймын. Сосын датчик неровной дороги сөндірдік, клапан абсорберін сөндіреміз. Содан кейін газда 1 мен 4 цилиндрде, мына газельдерде дұрыс жасамаған кезде 1 мен 4 цилиндр сөндіретін бір әдеті бар. Себебі ана катализатор балқып кетпесін, еріп кетпесін деп компьютердің өзі сөндіреді. Сондықтан оны да сөндіреміз. Содан кейін клиент температураның затын 40 градусын түсіп берші деп айтты. Өзінде негізінде 95-98 градус болған. Біз оны өзі айтты 87 деп, біз 87-86-ға дейін даже қосып істеп береміз. Қазір 87 градусқа дейін түсіп бердік. Сосын падение охлаждающий жидкостьтерде қараймыз, 5 пен 4 бұлда болады жалпы. Сосын лямбда регулируемый бәрін сөндірдік. Угол зажигания сәл чуть-чуть ранее қылдық, себебі газбен жүретін болғасын, сосын 92 төмен бензин қоятын болғасын, сәл пәл кішкене бір 15-16 градус қылып зажиганиясінде төмен түсірдік. Топливный картадан көрініп тұрған шығар, көк бұрынғы, үстіндегісі қызыл, астындағысы. Соны жөндеп бердік. Содан кейін топливо подачаны жасап бердік. Ограничение скорости де бар мына көліктерде. Сол ограничение скорости де көтеріп берсек те болады негізінде. По возможности отклик педали де жөндеп берсек те болады. Өсіп міне компьютер корректировка жасалынатын болады көліктерде. Бұйырса қазір осыны сохранить етіп, мына компьютерге қоятын боламыз. Сосын қойып, бәрін орнына салып, қызырып көретін боламыз. Датчик компьютер деген міне осылай жасалады. Себебі Евро 4 болғасын, біздерде енді жанармайда кішкене газбен жүретін болғасын негізінде жасау керек. Себебі бұда еще катализаторында алып тастаған. Сондықтан датчиктер дұрыс мұрын ескемесе, компьютерге дұрыс показания бермейді. Сондықтан неправильно ошибка береді, и машина дұрыс жүрмей, троить етіп, сондай болады. Прошивка деген осындай болып келеді. Міне бұйырса енді болды, міне бәрін жасадық. Полностью сөндіретін заттарды сөндірдік. Қызыл мен тұр міне қосатын заттарды қостық, көбейтетін заттарды көбейттік. Енді осыны сохранить етіп, құйып, амашып болса қызып көреміз. Міне автокөлікке прошивка жасап қойып, барлығын орнына салдық. Қазір калибровка
адаптация дросельный заслонки болуп жатыр. 4 жеті открытие. Кішкене бірде тұрған шығар. Ол қатты қорқудың қажеті жоқ. Өз жайымен түседі. Мен 4-6, 4-7 болып. Қазір калибровка дроссель жасап жатырмыз. Барлығы пока что жақсы. Алла қаласа енді болды. Высыпне прошивка газельді жасайтын боламыз.